Ассалаумалейкум достар, менің атым Райымбек, және бүгінгі видеода Бурсияда жасауды үйрететін боламын. Егер сен Бурсияда жасай алмасаң, онда бұл видеоны міндетті түрде соңына дейін көр. Кеттік. Бурсия бұл базалық жаттығулардың бірі болып саналады, және кеуде, иық және трицепс бұлшықеттерін дамытып шығарады. Достар, осы видеоға 100 лайк жинайық, сонда келесі үйрететін жаттығулар шығаратын боламын. Олай болса, кеттік. Достар, Бурсияны жасау үшін ең бірінші отжиманияны дұрыстап жасап алу керек. Міне осындай. 1, 2, 3. Егер де 10 рет жасай алсаңдар осындай, одан кейін широкий хватпен, кең хватпен. 1, 2, 3. Бұны да 10 рет жасай алсаңдар, одан кейін хват алмас. 1, 2, 3. Бұны да 10 рет жасай алсаңдар, онда Бурсияға өтуге болады. Егер сендер отжимания жасай алмасыңдар осындай отжиманияны, онда отжиманияны сендер тіземен істеу керексіңдер. Міне осылай видеодағыдай. Келесі жаттығу бұл да отжимания, бірақ та қол үстінде. Кеттік. Достар, егер де классикалық отжиманияны жасай алсаңдар, онда осындай отжиманияға көшеміз. Орысша отжимания на возвышенности, қазақшасы аяқты үстіне көтеріп отжимания жасаймыз. Кеттік. Кең хватпен басымыз көреді. Ортаңғы хватпен. Келесі жаттығу теріс отжимания. Оның екі түрі бар. Біріншісі осындай. Бұнда 10 реттен. Және екіншісі қысқа хваттан. Келесі жаттығу достар Бурсияның өзінде болады. Енді бұны Бурсияны біз отжиманияны теріс жасаймыз. Кері отжимания. Бұл жерге достар Бурсияның үстіне секіріп шығу керек болады. Ол үшін бізге егер де астарына қоятын бір орындық бір нәрсе болса алыңдар. Осылай секіріп шығамыз. Одан кейін ақырын түсеміз, баяу түсеміз. Не осындай жаттығу қайталаймыз. Осымен видео аяқталды достар. Егер де видео ұнаса арнама жазылыңдар, лайк қойыңдар. Сендермен болған Райымбек Ералы. Келесі видеода кездескенше сау болыңдар. Кеттік.